Алып қашу құрбаны 4-ші бөлім. Ішсе қыз қырқынды аралап, жесір келіншектерге барғыштап, өзіне қол жұмсап, не істегенін өзі де білмей кетеді. Бір жағынан күйеуінің осындай мінезіне, бір жағынан ауылдың таңғы 5-тен бастап күйбең тіршілігіне көндігіп жүрген Самал әп-сәтте азып-тозып, қолдары тілім-тілім болып кетті. Азаннан қара кешке дейін бітпейтін ауылдың тірлігі 3 ай дегенде Самал төркіндетіп 2 күнге өз үйіне қонаққа барды. Анасы мен әкесі қызының жүдеп кеткенін көріп, жүректері ауырады. Сөйлескенде бәрі жақсы дейтін еді. Жақсы еместігі түрінен ақ көрініп тұр. Анасы қызына жаны ашып, қызымен ашық сөйлесіп, болған жайттардың бәрін сұрап алғандай болды. Әкесі екеуі келісіп, құда-құдағиларына хабарласып, 2 жасты бөлек жіберуін өтінді. Күйеу балдары ауылда жүрсе ішіп кетеді, қалаға барып бірге жұмыс жасап, ары қарай отбасы болып кетсін деген ниетпен. Солай екеуі қалаға бөлек шықты. Шықты деген аты ғана. Мамасының тәтті кәмпитін сағынған бала 2 күннің бірінде ауылына тайып тұрады. Жұмыс іздеп отбасына жауапкершілік алудың орнына дайын тамақты жегенді жөн санайды. Қашанғы күйеуі тосып жүре берсін, пәтерге төлейтін ақша керек, өзінің тапқаны түкке жетпейді. Жұмыс істеп жатқан күйеуі жоқ. Қанша сүйресе де адам болмайтынын біліп, Самалдың ата-анасы қыздарын өз қолдарына алды. Қайтып келген қыз жаман деп, Самал өз-өзінен қуыстанып, жылап, қатты стреске түсті. Күйеу Смағы да үй телефонына хабарласып, сені тынышыңа жібермеймін, тауып аламын, бәрібір деп одан сайын қорқытатын көрінеді. Арада айлар өтеді. Қызының жүдеп кеткені жанына батқан ата-анасы Самалды жұмысқа орналастырып, ойы бөлінсін дейді. Бірақ күйеуінен қорыққан бұл үйден шықпайтын. Телефон хабарласса, бұрынғы күйеуіма деп қорқатын күйге түсті. Зымырап жатқан уақыт дерсің. Міне, солай қорқынышпен жүргенде 3-4 жылда өте шықты. Осы жылдар Самалға оңай соқпады. Өз-өзіне келуі осыншама жылдар алды. Әбден бәрі тынышталған соң, жұмысқа тұрып, көңілі жайланып, адамдармен араласа бастады. Жұмысында бойдақ болған соң, тұрмысқа шық деген әйелдер өздерінің іні-ағаларын айтып әлек. Самал бұрынғысына қайтып оралғысы келмеді. Самал бұрынғысына қайта оралғысы жоқ еді. Бірақ тағдырыма бұйырықпа, қасындағылардың айтуымен әйелінен айырылған бір ер азаматпен танысады. Салмақты, бір сөзді жігіт екен. Екеуі ұзақ отырып болған жайттың бәрін бүге-шүгесіне дейін бір-біріне айтып береді. Оның кішкентай баласы бар екенін білді. Кішкентайдан анасыз қалу не деген жаман еді. Солай тұрмысқа шықпаймын деген ойынан қайтып, кішкентай ботақанға ана орнына ана болғысы келді. Солай Самал 2-ші рет тұрмысқа шықты. Келін болғаннан бастап бауырына басты. Ана қамқорлығын сезінді ме, кішкене ботақанда Самалдың қасына жатып, жанынан шықпайтын. Аналық мейірімі оянған Самал артынан бір қыз, 2 ұл баланы дүниеге әкелді. Қазір бақытты, үлкен ұлы анашым деп сыйлап, артынан ерген бауырынан жақсы көріп отырады. Самалдың өткен өмірі түс секілді. Қазір бір үйдің сүйікті келіні, ардақты анасы, аяулы жары болып отыр. Егер менің хикаяларым сіздерге ұнайтын болса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар.